Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз екінші сынып бірінші сабақты өтеміз. Екі таңбалы сандардың құрылуы, ондықтар мен санау тақырыбы. Бірінші тапсырма натурал сандар дегеніміз не? Бірінші сыныпта алған біліміңді есіңе түсір. Натурал сандар қатары дегеніміз ол өсу ретімен орналасқан барлық натурал сандар жиыны болып саналады. Яғни біз оны n әрпімен белгілейміз, ол бірден басталады, яғни бірден бастап барлық натурал сандарды құрайды. Енді келесі тапсырма шаршыларды сана. Егер бір шаршыны бір бірлік деп қабылдасақ, онда неше бірлік бар деп тұр. Яғни бұл жерде бізде шаршылар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 шаршы бар, демек 10 бірлік бар дегенді білдіреді. Енді барлығын осы үлгі бойынша жазып шығамыз. Бір бірлік тең болады бірге, екі бірлігіміз. Екіге тең, үш бірлік. Үшке тең, төрт бірлік. Төртке тең, 5 бірлік. 5-ке 6 бірлік. 6-ға 7 бірлік. 7-ге тең 8 бірлік. 8-ге 9 бірлік. 9-ға және 10 бірлігіміз бір ондық болып саналады. Яғни бұл бізде 10-ға тең. Бір ондық. 10 санына тең болады. Енді келесі нұсқасында әр суретте барлығы неше шаршы бар деп тұр. Бірінші бізде осы жердегі барлық шаршыларды санап шыққан кезде, бұл жерде бізде 10 шаршы бар. Ал мына жерде бізде бір шаршы бар. Сонда 10 шаршымызды бір ондық деп атасақ болады. Жаңа айтып өттік. Сонда бір ондық қосу бір бірлік, яғни бір шаршыны қосып жатырмыз. Бір бірлік. Демек, бұл тең болады. Бізде бір ондық дегеніміз 10 санын береді, және бір бірлік дегеніміз бір саны. Сонда 11 санына тең болады. Енді келесінде бізде 10 болып тұр, және мына жерде 1 и тағы 2. Демек, 2 шаршы бар. Сонда 10 бірлігіміз бір ондықты береді. Оған қосамыз біз 2 бірлікті. Сонда 10 қосу 2, 12 санына тең. Енді келесі тапсырма шаршыларды ондықтар мен сана. Яғни бірінші қатарды санайтын болсақ, бізде 10 шаршы бар. 10 шаршы бар, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Демек, барлығында 10 шаршыдан бар. Енді бірінші қатарда бір ондық, яғни бір ондық дегеніміз бізде 10 бірлікті білдіреді. Енді жазамыз. Бірінші қатарда бізде бір ондық. Бір ондық тең болады 10 санына. Келесі бір ондық. Келесі екінші қатарда тағы 10 саны бар, демек 2 ондық болып саналады. 2 ондық. 2 ондығымыз 20-ға тең болады, яғни ондық дегеніміз 1-0 бар дегенді білдіреді. Ондық дегеніміз 1-0. Енді келесі қатарды қоса санағанда 3 ондық болады, яғни 30 саны. Келесі 4 ондық 40-қа тең болады. Яғни бірінші, екінші қатар 3, 4, келесі 5 ондық, 6 ондық. Келесі 5 ондық, 5 ондық 50-ге тең, 6 ондық 60 санына тең болады.
Енді келесі тапсырмада сандарды ата. Үлгі бойынша 3 ондық 8 бірлік дегеніміз бізде 38 санына тең болып тұр. Демек 5 ондық 6 бірлік дегеніміз, ондық дегеніміз 1 нолы бар, 6 дегеніміз бірлік саны. Сондықтан бұл тең болады 56 санына тең болады. Енді келесі санымыз 6 ондық 9 бірлік. Бұл 69 санына тең болады. Келесі 9 ондық 7 бірлік. 97 санына тең болады. Келесі 7 ондық 8 бірлік. 78 саны. Келесі 8 ондық 5 бірлік. 85 саны. Келесі 41 бірлік деп тұр. Демек, бірлікте бізде ешқандай 0 қосылмайды, сондықтан 41 санының өзіне тең болады. Енді екі таңбалы сандар, ондықтар, екінші разрядтың бірлігі деп аталады, және бірліктерден бірінші разрядтың бірлігі тұрады. Енді келесі тапсырма. Әр суретте қанша зат бар деп тұр. Енді бұл жерде кітаптарды санап шығамыз. Яғни бірінші бізде кітаптар 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жерде яғни бізде 10 кітап бар. Яғни 10 кітабымыз бізде 1 ондық болып тұр. Демек, онымыз 1 ондық. Енді тағы 1, 2 кітап бар. Демек, 1 ондық 2 бірлік тұр. Барлығы сонда 12 кітап көрсетілген. Енді келесі суретте бізде мына жердегі қаламдардың саны 10-ға тең болып тұр. Яғни 10 дегенімізді 1 ондық деп жазсақ болады. Енді келесі тағы мына жерде бізде 10 қалам бар, және мына жерде 1 бірлік бар. Демек, 1 ондық 1 бірлік. 1 ондық 1 бірлік бізде 11 санын береді. Демек, қарындаштар саны 11 болып тұр екіншісінде. Енді келесі тапсырмада А нұсқасында 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып сана деп тұр. Енді жазамыз. А нұсқасында 20-дан баста деп тұр. Яғни 20. Келесі санымыз бір-бірден қоса деп тұр. Сондықтан бір санын қосамыз осы 20 санына. 20-ға бірді қоса 21. Осыны 40-қа дейін жазып шығамыз. 22, 23 саны, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 саны. Келесі 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 саны. Яғни бұл жерде біз бір-бірден қоса жаздық. 1, 1. Осылайша 40-қа дейін жазып шықтық. Енді келесі А нұсқасында бізде 30-дан бастап 10-ға дейін бір-бірден азайта отырып деп тұр. Бұл жерде енді А нұсқасында азайтып жазып шығамыз. Яғни 30-дан бастап. 30-дан бастаймыз. 30. Бірді азайтатын болсақ 29. 29-дан бірді азайтамыз 28. Дәл осылай кете береді. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14,
13, 12, 11 және 10 саны. Енді келесі тапсырма қалып қойған сандарды ата. А нұсқасында 50 бірлік, бұл 50 бірлігіміз 50-ге тең. Келесі 51 бірлік 51-ге тең. Дәл солай біз 70 бірлікке дейін жазып шығамыз. Яғни келесі санымыз 52 болатын болса, 52 бірлік. Келесі 53 санымыз 53 бірлік деп жазамыз. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 бірлік. Енді келесі ә нұсқасында бізде 10, ондық, ондық дегеніміз бізде 1 нөлді жалғаймыз дегенді білдіреді. Яғни сондықтан бізде 10 ондығымыз тең болады 100-ге. Келесі 9 ондығымыз 9 ондық 90-ға тең болады. Келесі 8 ондық 80-ге тең. Келесі 7 ондық 70-ге тең. 6 ондық 60-ға тең. 5 ондық 50-ге тең. 4 ондық 40-ға тең болады. 3 ондық 30-ға тең. 2 ондық 20-ға тең. 1 ондық 10-ға тең болады. Енді келесі тапсырма жауабы 15-ге тең амалдарды ғана жазып шық деп тұр. Біріншісін қараймыз. 16-ға 3-ті қоссақ бізде 19-ға тең болады. Келесі 19-дан 4-ті азайтамыз. 15-ге тең болады. Демек осыны жазамыз. 19 азайту 4 15-ге тең болады. Келесі 19-дан 2-ні азайтамыз. 19-дан 2-ні азайтсақ 17-ге тең болады. Демек бұл бізде жазылмай, тек қана 15-ге тең мысалдарды жазамыз. Келесі бізде 14-ге тең болады. Келесі 15-ге тең болады. Демек бұнда жазамыз 13 қосу 2 мәні 15-ге тең болады. Демек осы 2 мысалды жазамыз. Енді келесі тапсырмада бізде 70-тен 80-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жаз. 40-тан 30-ға дейінгі сандарды кему ретімен жазып шық деп тұр. Енді бірінші жазамыз. Бізде 70-тен 80-ге дейінгі сандар жазып шығамыз. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Бұл бізде өсу ретімен жазылған сандар, өсу ретімен. Енді келесі бізде 40-тан 30-ға дейінгі сандарды кему ретімен жазамыз. Яғни 40, 39, 38, 37 бір санға кеміп отырады. Келесі 35, 34, 33, 32, 31, 30. Бұл бізде кему ретімен. Кему ретімен. Енді келесі тапсырмада бізде сандарды ата. 73, 37, 77, 33 сандары. Бұл жерде осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болды деп тұр. Бірінші сандардың өзін жазып аламыз. Яғни берілген сандар бізде 73, 37, 77 және 33 сандары. Цифрлар қажет болды деп тұр. Бізде 2 цифр қажет болды. 2
цифр, яғни олар бізде 3 және 7 цифр, яғни осы екі цифрды қолдану арқылы осы сандарды, екі таңбалы сандарды жаздық. Келесі, әр санның жазылуында 3 және 7 цифрлары нені білдіреді деп тұр. Бұл жерде енді 73 саны, мысалы 73 санында, мысалы бізде 73 саны болатын болса, бұл жерде 7 тең 7 ондық 3 бірлік. Келесі 37 саны 3 ондық 7 бірлік. Келесі 77 санында 7 ондық 7 бірлік. Келесі 33 саны 3 ондық 3 бірлік. Енді бұл жерде санның әр бір цифры белгілі бір орынға, яғни позицияға ие болады. Оны біз разряд деп атаймыз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.